Асман тіреген қарағайды чаап атса жанындағы айтқан екен. Сен чаап атады, қаш десе айтқан екен. Мен қайда қачам? Мен қайда қачам? Егерде ошол мені чаап атқан балтаның сауы мен өзімнен болса деп. Артыма бір қыл чайып алсам дағы мен ішенем. Біздің еліміз чыған ұлдарын қолдап келген, жана қолдайды. Мен сынбаймын туғандар. Менің сынбашым үшін сілердің маға демеңер керек. Сілердің күчіңер керек. Сілердің ақылыңар керек. Сілердің маға болған ақ тілегіңер керек. Мен сынбаймын. Қиналсам да мен сынбаймын. Елім үшін ақырына чейін тұрамын. Себебі, урмат туғандар, менің батыр апам сынбай тұрған, ақиқатты айта тұрған, чындықты жеткізе тұрған, тайманбай тұрған, қорықпай тұрған қылып түреп қойған. Мен апама разымын. Мен ошо ойдан қалам туғандар. Мен сынбаймын. Негізі 5 жылда абдан чоң жақсы іштер жасалды. Біздің мамлекет жанағы постоянно ақчабыз жоқ, мамлекетте нищий деген бір стереотип пайда болып қалбады. Ошодон жоғарыда болдық, мамлекетте ақча бар, көп инфраструктуралық объекттер құрылды, көп жолдор құрылды. Негізі жақсы іштер жасалды. Мен ойлаймын, и президент Садыр Жапаров, и Камчыбек Ташиев көп мамлекетімізге жақсы нәрселерді жасады. Менің чоң қорқынышым азыр алардың әлбетте душмандары көп. Ошолор азыркы жағдайға қарата өзінің реваншын алып қалбасы деген қорқынышта. Бірінші бұл әлбетте саясатчылар, чет өлкөдө жүрөт саясатчылар, бұл жақта бар, саяси күрөшкө тойбогондор көп. Екіншіден бұл кустуризацияда өткөн парақорчулар, алар дагы өзінің реваншын алат. Бирок эң коркунуч жараткан, коопту жараткан бұл ОПГ-нын мүчөлөрү. Булар албетте кайра келип ушул криминалдык бийлигибизди орнотобуз деген реванштык ойлор бар. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Кудайга шүгүр, кызматсыз эле тамагым өтөт. Кызматсыз эле элге жардамды кылып атамын. Бүгүнкү күндө менин негизги максатым ушул адамга берилген аз өмүрдүн ичинде, эртең ушу өмүр бизден өтүп кетсе, элибиз ушул бизди ак жашады, так жашады, элге жакшы кызмат кылып жашады деген бир маселелер турса экен деген бир үмүтүм бар да. Бул урдаган, бул жеген, бул коррупционер болгон, бул мамлекетке зыян келтирген, бул ушундай бир туура эмес иштеген деген сөз калбаш керек. Балдарым эртең паланчанын баласы экен деп ошону эч ким жектебеш керек. Эң жогорку бийликте эле отуруп деле бакытка жетпегендер бар. Эң көп акчаны кармап отуруп деле, байлыкты кармап отуруп деле мындай бактылуулукка жетпегендер бар да. Ошол эле мезгилде аз эле акча менен, аз эле бийлик менен, же болбосо акчасы дагы бийлиги дагы жок, бирок бактылуу болуп жашаган адамдар дагы көп экендигин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Топтогон дүниемді ушу элге берсем, элден ыраазычылык алсам, эл кубанса, кайсы бир адамдын проблемасы чечилсе, бул менин максатка жеткендигим. Биз байлыкты эмне үчүн табабыз? Байлыкты ошо элге берейин деп табабыз. Бизге байлыкты өзүбүз таап аткан же берип аткан жок. Бизге байлыкты Алла Таалам берип атат. Алла Таалам рызкы берип бизди сынап атат. Ошо рызкыны бул кимге берер экен? Кантип пайдаланар экен деп. Бул турмуш баарыбызга сыноо. Ар бир адамга сыноо. Эгерде эл, журт, мамлекет деген оюңда болсо, акылыңда болсо, жүрөгүңдө болсо,
ички дүйнөңдө ушул сезимдер ээлеп тура турган болсо, анда ошол сыноолор дагы бир нече эсе көбүрөөк сыноого айланат. Кээ бир адамдар жашаган өмүрүндө өзүн ойлойт. Кээ бирлери чын айтыш керек бир максат коюп бала чакасын ойлойт. Кээ бирлери андан да чоңураак максат коюп эл журтун ойлойт. Өзүнүн койгон максатына жараша жашайт экен адамчы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Ташиевдин колдоосу менен бизге көп кабаттуу үйлөр салынып, бүгүнкү күндө биздин аскер кызматчыларынын социалдык маселелери чечилип, мен ачыгын айтып коеюн. Ушуга чейин мындан 2-3 жыл мурда мамлекетибиздин акыбалы кандай эле? Силерге камсыздоо кандай эле? Мурда чегарачы бир буту чегарада болсо кызматта, бир буту үйдө болчу, үй бүлөсүн ойлочу, адан тышкары бардыгына жетиштүү эмес болчу. Мына азыр таптакыры баары түп тамыры менен өзгөрдү. Биздин чегарачылар мондай үйлөрдө жашап жүргөн. Бул тактап айтсам, бул үйлөр авариялык абалда болчу. Ошого карабастан ушул үйлөрдө жашап кызматын өтөп келишкен биздин чегарачыларыбыз. Бүгүнкү күндө азыр заманбап үйлөр салынган, өзүңүздөр көргөндөй. Балдар ойногонго оюн зоок, атайын площадкасы бар. Мектепке барганда балдарыбыз автобус менен барат, автобус менен келет, мамлекет тарабынан алда каржыланат. Бекер. Урматтуу мекен коргоочулары, мындан арыда мамлекет силерге кам көрөт. Мамлекет кам көрөт, бардык силерге керектүү маселелерди чечебиз. Төртçülüğünün zapatını açarsın ki. Kaç alçın? 17.000, 15.000 alçın. Az kaç alçın? Pensiyanının 82.000 oldu. 82.000 oldu. Bundan 4 yıl aldım. Kaç aylık alıyorsunuz? 12.500 alıyorsunuz ya. 4 yıl aldınız ya. 12.500. Az kaç alıyorsunuz? Az 74 bin alıyorsunuz. Çarşıda da mı? Ha çarşı. Yoldaşınız da bir işte. Ha çarşıda oldu. Siz 82 bin alsanız yoldaşınız kaç yapar? 86 alan. Ciddi degen de bilmiyorum. Бүгүнкү күндө Баткенде кызмат өтө бул өтө даңктуу, өтө сыйлуу болуп атат. Өздүк курамдын кызматка болгон көңүлдөрү көтөрүлгөн, моралдык психологиялык абалдары күжүрмөн абалда